Грамматика сабақтарындағы ең көп жіберілетін қателіктер. Hi there, welcome to my channel. My name is Altanai. I'm an English teacher. And in this channel, we're going to talk about teaching English. So let's go. Ең бірінші қателік ол грамматиканы контексттен бөлек үйрету. Ол дегеніміз қалай? Біз оқушыларға барлық схемаларды, ережелерді, формулаларды береміз да, бірақ та қандай ситуацияда, қандай жағдайда қолдану керек екендігін айтпаймыз. Сондықтан нәтижесінде оқушыларымыз грамматикалық ережелерді жақсы білгенімен, оларды шын өмірде қалай қолдану керек екендігін және қашан қолдану керек екендігін білмейді. Екінші қателік ол сабақты осылай бастау. Hello guys, біз бүгін сіздермен present perfect өтеміз. Дәптерлеріңді ашыңдар, ережені жазыңдар. Present perfect дегеніміз бла-бла-бла. Жалпы кез келген мұғалім осындай этаптан өтетін сияқты. Мен де солай жасаған кезінде, сондықтан олай жасамаңыздар. Жалпы қандай сабақ болса да, грамматика, лексика болса да, сабақты бірден осылай бастау негізі дұрыс емес. Біз міндетті түрде бірінші warm-up жасаймыз, оқушыларды кішкене сабаққа дайындаймыз. Одан кейін leading дегеніміз міндетті түрде өтілетін тақырыпқа байланысты болу керек. Себебі біз оқушыларды жайлап өтілетін тақырыпқа алып келеміз. Тіпті презентацияның өзінде біз бірден грамматиканың атауын айтпаймыз. Біз бірінші оларға контекст береміз, ситуация береміз, немесе бір сұрақтар, суреттер береміз. Одан кейін әртүрлі сұрақтар қоямыз, сол арқылы оқушылар өздері түсініп, сол ситуацияда осындай қолданады екен ғой дегенге біз жағдай жасау керекпіз. Оны біз guided discovery арқылы жасай аламыз. Яғни оқушылар ситуациямен, контекстпен таныс болғаннан кейін осылай айтуға болады екен ғой деген сияқты бір түсінік қалыптасқаннан кейін барып қана біз грамматиканы атауын айтамыз. Мысалы, present simple деген қарапайым тақырыпты алатын болсақ, біз бірінші daily routine туралы сөйлесеміз, суреттер арқылы, сұрақ қою арқылы, текст, видео арқылы. Одан кейін оқушылар түсінгеннен кейін біз уже айтамыз, бұл дегеніміз present simple, осындай жағдайда қолданылады, осындай формула арқылы жасалады деген сияқты. Бірақ соның өзінде оқушылар өздері түсініп, соған өздері келу керек. Сонда оқушылар өздері сол жолды жүріп өткеннен кейін оларға түсіну, одан кейін ары қарай сол структураны қолдану жеңілірек болады. Осы тұста бізде үшінші қателік туындайды. Ол дегеніміз оқушыларға барлық дайын нәрсені осылай бере салу презентация барысында. Ол дегеніміз spoon feeding деп айтылады, яғни кормить с ложечки дейді ғой, яғни біз қасықпен тамақ берген сияқты. Жаңағы оның орнына мен айтқандай guided discovery қолданса болады. Келесі төртінші қателік ол production жасамау. Яғни кез келген грамматиканы өткеннен кейін бізде сабақтың соңында міндетті түрде сол грамматиканы қолданып сөйлеп үйренуіміз керек. Яғни speaking болу керек. Көп жағдайда мұғалімдер грамматика ережелерді түсіндіргеннен кейін жаңағыдай Murphyмен немесе басқа бір оқулықпен тапсырмалар беріп жатады. Оқушылар сол тапсырманы орындап, сонымен үйге қайтады. Ал бірақ ол бала түсінді ма, түсінбеді ма, біз қайдан білеміз? Оларды сөйлету керекпіз. Яғни production, speaking болу керек. Осыдан бізде келесі қателік туындайды. Ол бірден presentationнан productionға өтіп кету керісінше. Арасында бізде controlled practice болу керек. Яғни ережені таныстырғаннан кейін оқушыларға жаңағыдай жазбаша тапсырмалар береміз. Жақшаны ашу, дұрыс жалғау, дұрыс орындарына қою сөздерді деген сияқты. Осы тұста мұғалім контроль жасайды, бақылайды, бағыт-бағдар береді, оқушыларға демеу болады. Яғни осы этаптан кейін барып қана біз productionға ауыса аламыз. Келесі соңғы қателікті мен өзім де бұрында өте көп рет жасағанмын, олай жасамаңыздар. Ол дегеніміз бір сабақта, мысалы present simple өтетін болсаңыздар, бірден positive, negative, question, short answers деген барлық тақырыбын бір сабаққа сыйдыру. Ол дегеніміз оқушыларда тек стресс, сабақты дұрыс түсінбеу, мидың соншама ақпаратты дұрыс қабылдамауы деген сияқты жағдайларға алып келеді. Сондықтан
бір сабақта біз позитив өтеміз, яғни болымды түрін сол ситуацияны түсінгеннен кейін, контексті түсінгеннен кейін барып қана біз негативқа өтеміз, одан кейін барып қана questions'ты өтеміз. Бір сабақта неғұрлым көп тақырып өтсем, соғұрлым жақсы болады, нәтижелі болады деген ой негізі қате. Бізге оңай болып көрінгенімен, біз асыққанымен оқушы асықпайды. Оқушы ол тақырыпты бірінші рет көріп тұр, сондықтан оқушыларымызды асықтырмайық, өзімізді солардың орнына қойып көрейік. Әрқашанда кез келген сабақта біз ой мынау оңай деп ойлағанымен оқушы үшін ол қиын болып табылуы мүмкін, сондықтан асықпаймыз. Бір сабақта бір ғана грамматикалық тақырып. That's it for today, guys. Thank you so much for watching this video. I hope you really liked it. Please support me by liking, commenting, subscribing. That's my first video about teaching English here in YouTube. So if you have any questions, recommendations, or even if you disagree with me, please feel free to comment down below. I will really appreciate it. That's it for today. Thank you. See you on the next video.